Баршаңызға сәлем, сіздермен Айнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода оңай әрі тез дайындалатын осындай слоеный тестодан жасалатын палена торттың рецептімен бөліскім келеді. Слоеный тестомызды алып, осылай ұн сеуіп жайып шығамыз. Қатты жұқа емес, қалың емес, бір жарты сантиметр қылдырып жайсаңыздар жеткілікті. Одан кейін осылай пышақпен жіңішке полоскаларға бөлеміз. градус қызып тұрған пешке 15-20 минут пісіреміз. Креміне 1 банка вареный сгущенка мен 3-4 ас қасық сметана. Миксердің қажеті жоқ, венчикпен араластыра салсаңыз болады. Міне таяқшаларымыз дайын болды. Енді тортты жинаймыз. Пищевой пленкаға осылай бір-бірден жаңағы қатпарлы қамырдан жасалған таяқшаларымыз қойып шығамыз. Үстіне крем жағамыз. Жақсылап тұрып крем жағып аламыз. Үстінен тағы да бір қатар қойып шығамыз. Одан кейін тағы да кремімізді жағамыз. Одан кейін жақсылап рулет қылдырып ораймыз. Осылай жақсылап тұрып орап алғаннан кейін холодильникқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Бір-екі таяқша алып қаламыз, ол бетіне посыпка жасағанға керек. Міне 2 сағаттан кейін тортымызды холодильниктен алып шығып, осылай бетіне посыпкамызды себеміз. Мінекей өте тез әрі оңай дайындалатын тортымыз дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.